Қызыма прикорм қосқалы бері осы чия дәндерін рационға қосып келемін. Шыны керек, қызыма 3 айынан бастап запор, яғни ас қорыту жүйесіне іш қату мәселелері болғаннан бастап, дәрігердің кеңесімен неше түрлі дәрі-дәрмектер пайдалана бастадық. Ол кезде қызым 2 апталап, үлкен дәретке шықпай, іші қатып, жылап, үлкен дәретін әрең шығаратын. Ал қызыма 6 ай болғанда қосымша тамаққа осы семена чия мен айранға араластырып, чия пудинг дайындап бергенде ас қорыту жүйесі дұрыстала бастағандай болды. Қызым үлкен дәретке жыламай, үлкен дәреті қатпай норма күйінде шықты. Жалпы чия дәндерінің пайдасы өте көп. Қоректік заттарға бай, ақуыз, омега-3 май қышқылдары, кальций, магний, темір және антиоксиданттарға бай. Ас қорыту жүйесін де жақсартады, энергия мен төзімділікті арттырады. Жүрек, қан тамырлары денсаулығын қолдайды. Салмақты бақылау, қант деңгейін реттеу, тері мен шаш күтіміне өте пайдалы. Чия дәндерін йогуртқа, ботқаға, смузиге қосып немесе суға салып гель түрінде тұтынуға болады. Чия дәндерін әсіресе прикорм бастап жатқан сәбилердің рационына қосуға кеңес беремін. Және прикорм туралы толық пайдалы ақпарат менің арнамда бар. Кіріп қарап, қолдап кетсеңіз болады. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз.